Мен Нұрлыбек Аружан 7 кадет класс оқушысы. Оқуға құштар мектеп жобасы аясында Ыбырай Алтынсариннің әңгімелерін оқыдым. Оның бірі маған ұнаған әңгімесі Жаман жолдас. Екі кісі жолдасып келе жатып бір аюға ұшырайды. Бірінші кісі ауру және әлсіз болады. Ал екіншісі болса мықты және жас жігіт. Мықты кісі қасындағы әлсіз жолдасын тастап, өзі ұзын үлкен ағашқа мініп алады. Әлсіз кісі жағдайы болмағандықтан жерге өлгенде жата қалады. Аю жердегі жатқан әлсіз кісіні келіп иіскейді. Дыбысы шықпағандықтан өз жөнімен кетеді. Аю кеткеннен кейін жаңағы мықты кісі ағаштан түсіп, әлсіз кісіден сұрайды: «Мана саған аю не деді, не деп сыбырлады?» Сол кезде әлсіз кісі айтты: «Аю маған ақыл сыбырлады. Келесіде сені қиын сәтте тастап кететін достармен жолдас болма» деп. Ойымды қорытындылай келе, осы әңгімеде Ыбырай Алтынсарин бізге ешқашан достықты сатпау керек. Ешқашан досыңды қиын сәттерде қалдырып кетпеу керек. Достыққа адал болу керек туралы айтып тұр.